Баршаға қайырлы күн болсын. Сіздермен бүгін өте дәмді, жұп-жұмсақ, картоптары езілмей әдемі болып пісетін қуырдақтың рецебімен бөлісетін боламын. Керек заттарды алдын ала жуып тазалап алдым. Енді мен пияз турап жатырмын, себебі етті алдын ала турап қойғанмын. Каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, видеоны соңына дейін көріңіз. Картоптарымызды да алдын ала турап дайындап алатын боламыз. Қызып тұрған майға етті салып, жақсылап қуырып алатын боламын. Енді пиязды салып, 5-10 минут көлемінде жақсылап қуырып аламын. Енді картопты салып, жақсылап 15-20 минут көлемінде қуырып алып, үстінен бір кесе су құйып, тұз бен дәмдеуіштерімді салып алып, қақпағын жауып 15-20 минутқа қалдырамын. Осымен біздің дәмді қуырдағымыз дайын. Видео ұнады деген ойдамын. Сіз де міндетті түрде жасап көріңіз. Ас болсын.